Енді спорттан бір ақпар. Азия біріншілігінен жүлделі орын алған қазақстандық еркін күрес шеберлері бүгін елге оралды. Моңғолияның Улан-Батыр қаласында өткен жарыста ұлттық құрама 1 алтын, 3 күміс, 4 қола медаль иеленген еді. 86 келіде сынға түскен Азамат Дәулетбеков Азия чемпионы атанды. Ал Рахат Қалжан, Нұрғожа Қайпанов және Әлшер Ерғали чемпионаттың күміс жүлдесін қоржынға басты. Жалпы биыл грек-рим палуандары да олжалы болды. 10 спортшының 9-ы жүлде алса, соның 2-і алтын. Атап айтсақ, Мейіржан Шермахамбет пен Әлімхан Сыздықов құрлық чемпион атанды. Ал қыздар құрамасынан егіздер Мадина мен Жамиля Бақбергеновалар бірінші орын иеленді. Айта кетейік, былтыр желтоқсанда Қазақстан күрес федерациясының бапкерлер құрамы ауысқан болатын. Палуандардың жеңісі соның нәтижесі дейді федерация президенті Дәулет Тұрлыханов. Ендігі меже 4 жылда бір рет болатын Азия ойындары. Палуандар қыркүйек айында Қытайда ел намысын қорғайды. Барлығы өз мүмкіншілігінше осы деңгейде күресіп нәтиже берді. Сонан айтатыным, бірақ та кемшіліктер жоқ емес, бар. Сол кемшіліктерді біздің жаттықтырушыларымыз сол бағытта жұмыс істеп, палуандарымыздың қателіктерін түзеп, Азия ойындарына жақсы дайындықпен жетулері керек. Бұл жеңіс енді өте ұзақтан бері күткен жеңіс. Осыған қол жеткізгенім үшін өте қуаныштымын. Жарыс мен үшін сәтті өтті, бәрі ойдағыдай болды. Бапкерлердің айтқан жоспары бойынша бәрін орындап шықтым.